Саламатсыздар. Мен Нұр-Сұлтан қаласы Тайтөбе ауылы орта мектебінің 3-ші Б сынып оқушысы Өлімбекқызы Жадырамын. Абай Қадамбаев, тақырыбы қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, сықыр-мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырауытсы суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аязбен қар, кәрігідан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн келін оқшырайтып, аязбенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда, алты қанат ағарда үй шайқалды. Әбес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Кеденнен тоң қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкендей қажымас қайран жылқы, түйтіғі құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын қорғылмай итке малды. Соныға малды жинап күзетіндер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл босқа малды. Ит жеген шек Құнанбай қынай жесін, құр жібер мұнан тұрған кәр шал.